Қайырлы күн, құрметті пациенттер, ата-аналар. Қазіргі уақытта Қазақстанда адам папилломасының вирусына АПВ қарсы екпе салу жүргізіліп жатыр. Екпе салу 11, 12 және 13 жас аралығындағы жасөспірім қыз балаларға жүргізіледі. Неге аталған вирусқа қарсы екпе салдырды маңызды болып табылады? Себебі адам папилломасының вирусы жатыр мойынның қатерлі ісігі, тері жамылғысының қатерлі ісік терінің кейбір түрлері мен бас және мойын обыры, сонымен қатар тері папилломасы сүйелердер мен кандиломатоз сияқты аурулары тудырта алады. АПВ өте жұқпалы болып табылады. Ол тері шырышты қабат немесе тері-тері қатынасы арқылы жұғады. Және вирусты жұқтыру үшін міндетті түрде жыныстық қатынас болу қажет емес. Сонымен қатар АПВ ұзақ уақыт бойы ешқандай белгі бермей, азғада сақтауы мүмкін. АПВ қарсы екпе ерте жастан бастап жүргізіледі. Мысалы, әлемнің кейбір елдерінде 10 жастан басталса, біздің елде 11-13 жас аралығы деп бекітілді. Бұл өз кезегінде вирусты жұқтыру қаупін біршама төмендетеді. Себебі екпе салу жатыр мойын қатерлі ісігі дамыған 10 жағдайдың 9-ын және де генитальды сүйелдердің 10 жағдайын оның туыртатын АПВ-тың ең кең таралған түрлерінен сақтайды. Осылай біз балаларымызға екпе салу арқылы болашақта жатыр мойыны қатерлі есігінің дамуының алдын алуда біршама іс атқарамыз.